Уалейкум салам. Уалейкум салам. Қалайсыздар? Жақсылар ма аға, сіздердің фонариктеріңіз бар ма? Фонарик бар ғой, не ма? Қызылдан адамсыздар ма? Жоқ. Сол көмек керек па? Өзбекстан, біреу Американыкі. Сіздермен солай сөйлесеміз тек қана аға. 19-да 5 приказ аға. Маған 19-да 5 приказ аға, болды. жүргізушімен сөйлесейін ғой. Айта берді, айта берді. Маған просто сұрады да, көмек керек болса сұрап жеңдер деді да, бақылауға шығып сұрағанда сол жаңа. Адам келсе Жарайды аға, онда сізбен таныса қойын, халық өзі жұмысын бере қой, өз бағасын бере қой, 19-да 5 приказ орындай қойыншы аға. Біздің неге тоқтаттыңыз? Ау? Соған ба тек? Мен сіздің бақылауыңызға шықтым да жаңа. Болды қазір 52-де 2 статьяны қозғаламыз қазір. Көмек керек болса айтып жеңдер. Болды аға, мен өзім таныстырып жіберейінші қазір. Так, лейтенант полиции Есенбеков Азамат Ерболұлы. Инспектор службы БПО БМВС. Так, жоқ. Сіздің неңізді қарап жүрейін. Көрсетсін деп айтым. Иә, уақытын. Так, 2022-ге дейін болды. Азамат мырза. Азамат мырза, 1-7 пункт орындай қойыңызшы. 1-7 пункт орындай қойыңызшы. Сіз қалай айтсам? Бұл кісі енді сөйлей алмайды дейікші, бұл кісі мылқау кісі, давайте. Жоқ, мен сізге бақылауына шықтым да жаңа. Көмек керек па, жоқ па, соны біліп жатырмын. Қарама-қастан келіп тұрып, типа біреу тоқтата алмай жаңағы бірдеңе сұрағысы келіп отқан шығар деп тоқтап тұрмын. Артық ой жоқ, қате түсінбеңіз сіз. ОПМ болып жатыр ма? Ау? Сізде ОПМ болып жатыр ма қазір? ОПМ әрине болып жатыр. ОПМ қандай неде? Ау? Қандай мақсатта ОПМ болып жатыр? Құқық тәртібі жөнінде. Құқық тәртіп бұл республикалық қой да? Бақылауына шықтым жүргізуші мырза. Бұл республикалық па? ОПМ республикалық па? Әрине республикалық. Я, сіздер қазір енді біздің ОПМ бойынша бізде қазір не сұрайсыз ба? Документ сұрайсыз ба? Енді ақыр тоқтатқан екенсіз енді ОПМ-ге қатысты. Мен енді сізден сұрап тұрмын. Көмек керек болса, гостиница не болса айтып жеңдер деп тұрмын. Жоқ. Жоқ, ешқандай көмек керек емес. Сіздер уже, Азамат мырза, сіздер уже гражданмен жұмыс жасаңызшы менімен. Сіз дейтін өйтіп, андай бір сөйлескіңіз келмей тұрған түр жасамай ақ қойыңызшы. Иә. Барынша таныстырдым, барынша сөйлесіп тұрмын, таныстырып тұрмын. Жоқ, андай бір бөліп керек емес, жүргізуші және қасында отырушы деп бөліп керек емес. Біздер екеуміз де гражданин емес. Мен сізден бақылаудан терезені түсіріп, сұрай салып. Ол небезопасно, ол жолға тоқтауымыз керек бірінші. Ол небезопасно, олай болмайды. Ол не жоқ. Мен сұрағым келді сіздерден. Иә, сіз қазір дейтін, маған нақты дейтін, мына кісілердің, полиция қызметкерлердің маған сұрағына жауап беріңізші, мен оларға қойған сұрақты. Иә, мен сізден көмек сұрап тұрмын. Сол көмекке маған жауап беріңізші. Полиция қызметкерлері 608 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608 бабы, яғни машина автокөлікті мас күйінде айдаған дейтін нәрсемен, яғни сондай бір якобы нәрсемен бір жаяу жүрген бір автотранспорттың жүргізуші бір көліктің жүргізушісін ұстаған. Кейін ол кісіге дейтін наркологический тестке алып кеткен. Машинасын өзі кісі айдап отырған. Өзі айдайын деп, сіз сияқты сотрудник айдағысы келіп, неге дейін штрафсайын кейден апарғысы келген. Ол осы аралықта штрафсайын сіздерде арнайы дейтін бір транспорттайтын бір не жоқ па, эвакуатор? Эвакуатор болады ғой, эвакуатор болады, білмексіз жетейін. Тоқтатылған жағдайда автокөлік егер шынымен күдік тудырса, жаңағы алкогольдік спирт ішімдіктен иісі шығып тұрған жағдайда егерше күдік тудырса, онда автокөліктің енді күдік тудырып тұр ғой жүргізушіге. Қасынан отырады, әлде жүргізуші біздің қызметкерлер отырады, автокөліктің жүргізушінің отыруға құқығы бар оның. Айдап барып, освидетельстводан өткенше. Хозяин жоқ болса да? Хозяин. Егер де хозяин болмасашы за рулем. Яғни за рулем полиция қызметкерінің өзі отырса бола ма? Болады. Жеке полиция өзі отыруға. Болады. Иә. Арнайы портативный жетон бекітілген. Иә. Сонымен түсіріп отырып болады. Және Азамат мырза, сізге бір сұрақ. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 971 бабымен сіз таныстыра аласыз ба? Қалай? 971 статья. КОАП. Орысша айтып берейін жақсы. Кодекс об административном правонарушении. 971 статья. Таныстыра аласыз ба мен 971-мен? Не үшін керек тұр ол? 971-мен таныстыра алмайсыз, иә? Не үшін керек? Мырза, сізбен таныса қойсам бола ма? Иә. Жоқ, таныса қойын, келе қойын кетсін, таныса қойын. Қазір полиция қызметкерлері сіздері. Адамгершілік жағынан жақындадым, артық ой жоқ. Ойнамай қойыңыз, артық ештеңе. Мырза, сіз таныса қойсам бола ма? Бақылаудан терезені түсіріп. Қызметтік куәлік бола ма? Нені? Қанша дегенмен лейтенантсыздар ғой екеуіңізді? 4 жыл оқыдыңыздар. Аллаға шүкір. Таңға шейін жүреміз. Болды я, жақсы жолдарыңыз болды. Қазір таныса қойын мырзамен. Патруль ғой. Патруль осының бойында қауіпсіз жол. Бізде де осы сияқты жүреміз. Мырзалармен таныса қойын. Так, лейтенант полиция Алпысбаев Әділет Алпысбайұлы. Қашанға дейін? 2023-ге дейін. 23-ге дейін сене қойын, бірақ көрінбей тұр. Сене қойын. Сіз 971-ші бапты білесіз ба? Қазақстан Республика әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің. 971-ші статьяны білесіз ба? Жоқ, не. Жоқ, білем екен мырзам, сұрай қойыншы просто, білем екен. Білет, бірақ оның бәрі сіз. Не жөнінде ол? Айтыңызшы. 971-ші бап білесіз ба, не жөнінде екен?
Жақсы, мүмкін күн салқын, мүмкін ұмытып қалған шығарсыздар. Ол бап дейтін көп нәрсе ғой. Бірақ сіздерге керек нәрсе ол сіздерде бейнежетон, бейнежетон жүріп тұрған туралы ескерту беру керек. Сол 970 статья сол. Сізде жоқ екен да, сізде жоқ болған себепті мен үстіңізден арызданаламын. Себебі сіз дейтін бізге қазір заңсыз әрекет істеу мүмкінсіз. Неге? Себебі сізде бейнежетон жоқ. О бастан сізге жақындағанда айттым, оның бәрін біліп тұрмын мен. Бірақ сізге Ана кісіде бар әне. Ана кісіде Сізді біледі ме екен сол? сізді біле ме екен сол? Әрине білеміз. Вот. Әрине білеміз, оның бәрін. Сол сұрақ. Сізге просто сұрадым, не үшін сұрап тұрсыз, оның бәрін бердім. Болды, сау болыңыздар. Жолдарыңыз болсын, бәрі. Жақсы. Так, Қызылорда. Қызылорда, вы вообще удивляете меня. Қазір бір видео салам, жігіттер, қараңдар. Бұл мынау қазіргі прямой эфир, ол екінші часть болады. Қазір бірінші часть салам. Сіздер вообще бум крышаларын кетеді. 19-да приказ, 19-да 5 приказ орындай қоясыз ба десем, 19-да 5 деген приказ ол. Не приказ дейді ол? Ол не нәрсе маған айтшы, ол не нәрсе екенін дейді да. Так. Болды онда, кеттік онда. Берші, давайте.